Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен араб еліне әйгілі самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Енді ыдысымыздың ішіне бір жұмыртқа, үстінен сұйық май құямыз. Бөлме температурасындағы суды құямыз. Енді тұз салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Содан соң үстіне қаймағымызды саламыз. Тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, ұнды електен елеп салатын боламыз. Ұндарымыз салып болдық, енді қолымызбен қамыр илейміз. Мінекей менің қамырым дайын болды. Енді кішкене қолға жабысқақтау болып шығады. Енді бұл қамырымызды 35-40 минут көлемінде тындырып алып қоятын боламыз, бетін жауып. Ал енді біз салмамызды дайындайтын боламыз. Тартылған етіміздің үстіне тұз саламыз. Ұнтақ қара бұрыш саламыз. Енді пиязымызды салып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Салмамыз дайын. Енді тынып бойын алған қамырымызды осылай екі бөлікке бөлеміз. Және де оларды тағы да самсаның қамырын дайындау үшін бөліктерге бөліп шығатын боламыз. 7 немесе 8 бөлікке бөлеміз. Мінекей бізде дайын болды. Бетін жауып алып қоямын. Енді жұқалап жаямыз қамырымызды. Үстіне міндетті түрде сұйық маймен осылай жағып шығамыз. Енді жағылған жағын астына қарай аударып төсеп қоямыз. Енді ішіне біздің салманы салып, самсаның формасын шығаратын боламыз. Қолымызға ақырын осылай кигіземіз, жаймендеп осылай жинап бастаймыз. Енді қолымызбен қаттылап қысып айналдырамыз, ашылып кетпеу үшін. Енді мынау бетінде тұрған тестамызды астына қарай тартып жинап шығатын боламыз осылай. Мінекей бізде әдемі самсаның формасы дайын болды. Барлық қалған самсаларымыздың барлығын осылай формада жинап шығатын боламыз. Өте оңай самса. Енді алдын ала противеннің ішін майлап қойдық. Енді барлық самсамызды үстіне салып жинап, үстінен жұмыртқаның сары уызын жағып дайындап аламыз. Енді үстінен өз қалауыңызша күнжіт немесе тмин салуыңызға болады. Мен күнжіт және де мак салдым. Енді 180 градуста біздің духовкамыз қызып тұр. 25-30 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің самсамыз пісіп шықты. Бөліп көрсетемін сіздерге. Өте жұмсақ болып шықты. Өте дәмді. Құрамында қаймақ болған соң біздің тестамыз өте жақсы болып шықты. Достар, бұл самсаны міндетті түрде жасап көріңіздер және де жақындарыңызды қуантыңыздар. Енді видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.